Ассалаумағалейкум, сіңлілерім, оқушылар, құрметті оқушылар. Бүгін міне құрақ бойынша шеберлік сабағымызды өтеміз. Құрақ құрауды кеше бір қатар түсіндіріп айтып өттім, бәрін түсінген шығарсыз, е? Бұл ата-бабаларымыздан кетірген мирас болып есептелінеді. Бұл құрақ құрағанымызда бізге не пайдасы бар? Мінекей санамызға, миымызға, барлығына рауажануға пайдасы бар. Бұл ойлау қабілетімізді кеңейтеді, естілу қабілетімізді рауажландырады, кейіннен сабырлы қылады, бұл ақылды рауажландырады. Барлығын кешегі сабақта айтып өттім. Енді бүгін құрақтың түрлерінен бастайық. Бүгінгі сабағымызда құрақтың түрлерін айтып түсіндіріп өтемін. Яқшы ма, әзизлерім? Құрақтың түрлеріне түйе көз, қарға тұмсық, жарғы тіс, гүл жайды, кейіннен сегіз сай, сегіз қанат, ши құрақ, қабырға құрақ, кейіннен әрқилы, мінекей қошқар мүйіз, бұл барлық миллетте бар. Қошқар мүйіз қазақ миллетінде де бар, біз қарақалпақ болсақ, өзбек миллетінде де бар, қырғызда, ұйғырда, даже сырт мемлекетлерде де құрақтардың түрінде қошқар мүйіз құрақтары көп ұшырасады. Мінекей бізде де сол сияқты біздерде де қошқар мүйіз нағысы бар. Енді біздің күнделікті пайдаланатын қожалығымызға пайдаланып жүрген уәждеріміз туралы айтып өтейін. Оған мысалға құрап пайдаланатын уәждерімізге мінекей шымылдығымыз кіреді. Қыз жасауында, ұл үйленгенде апарып тұтылатығын шымылдық кіреді. Кейінен көрпешелеріміз кіреді. Көрпе, дастық, көпшік, тағы оқушылардың сомкілерінде құрақпенен құраған бұрында. Сомкілеріміз кіреді. Кейінен бұрынғы уақытларда, білесіз ба, біздердің кезімізде бар еді, сіздерді білмедім де, үйдің кухняда, асхана бөлмесінде кергі тұратығын еді. Үлкен кергі. Бір көрпешенің енінен жартысындай болатын еді, ортасынан бір тіл кесіп қоятығын еді. Мынаяғына қасықларды салатын еді, мынаяғына үлкен жалпақ табақларды салатын еді, және кішкене қырмаларды салатығын ыдыстар болатығын еді. Бөліп қоятығын еді. Соларды да құрақпенен құрап, сөйтіп ілдіріп қоятығын еді. Сондай уәждеріміз, мінекей ат дорбаларымыз бар. Тағы да үйге керекті бұйымдарды салып қоятығын, кішкене кергіден кішкентай дорба тік қоятын едік, іліп қоятын едік. Сондайларымыз бар еді. Сол уәждеріміздің бәрін ата-бабаларымыз қалған құтқан қиындылардан бір-біріне қиып, бірін-біріне үйлестіріп, тігіп, реңіне қарап, тігіп, сол құрақтан пайдаланған. Ата-бабамыздан кетірген мирасымыз құрақлар деп атырмыз ғой, енді бер жаққа замана көйлесіп, бер жаққа келек. Енді біздердің дәуірімізге келек та. Қазір біздердің дәуірімізде құрақ кең ең жайып кетті. Мысалға қыз жасауларына қосып беріп атырыпты, басқа шыққан балаларымызға қосып беріп атырыпты, көрпе төсегін бәрін құрақтан құрап, не мәністе құралып кетсін, сол құрақтың ішіндегі нағыстылардай жайнап, жасынап, өмірі сондай гүлдей ашылып тұрсын деген мәніспен. Қала берді, мінекей қар үйлердің ішлерінде бұрында тоқымадан безейтіғын болса, енді замана көйлесіп, мінекей мынандай болып құрақларменен безеп атырыпты. Мынау мен өзімнің құрап қойғаным оқушыларымның, шәкіртлерімнің құраған нелерімен безеп қойыппыз мысалға міне. Осындай қол жетімлі бақада да қалған құтқан шүберектерден, тауарлардан қиып, реңіне сай масластырып, мінекей қалған тауарларда мінекей. Сөйтіп масластырып, құрап, сөйтіп қар үйлерімізді безесек те болады, осы құрақларымызбенен не. Енді әмме жерде тауыла бермейді, әмменің үйіне қар үй тауыла бермейді ғой. Енді қар үйі бар үйлерде, мінекей қолымыздан келгенше сөйтіп құрақ құрап, құрақлар менен ішін безесек те болады. Ассалаумағалейкум, сіз бұл құрақпен қашаннан басылап шұғылданасыз? Рахмет, орынлы сұрау болды. Мен бұл құрақпенен кішкене 10-шы классымнан басылап есімді анық танып, бұлай
қолыма ине алғанымнан бастап 10 классымда басладым. 10 классымда анам жерге жайып құрақларды құрап отыратұғын еді. Сол кезлерде көріп, соған қызыққанмын. Мен де сөйтіп құрақ құрасам, еш болмаса үйіме ертең тұрмысқа шықсам, сол кезде үйіме көрпешелерімді құрақ қылып жайнатып қойсам деп арман етіп сөйтіп ойлап жүретұғын едім да. Сол расыменен айтқаным болды, мен үйрендім. Осы кәсіпті үйрендім. Қазіргі заманауи құрақлардың бәрін YouTube каналдан, интернеттен кіріп, сөйтіп үйреніп, кейінгі әзіргі қандай жақсы құрақлар шығып жатырыпты, солардың бәрін әзір үйрендім. YouTube-тан үйрендім. Әуелі анамнан үйрендім, тұрмысқа шыққаннан кейін енемнен білмегенімді үйрендім. Енем де құрақ құрады, сонан кейін қазір өзім мұстақыл өзім құрақпен шұғыланып жатырмын. Әзиз оқушылар, ұсынуменен бүгінгі шеберлік сабағымызды жұмақлаймыз. Үйге тапсырма, әрқайсыңыз өздеріңіз интернеттерден көріп, маған қалеген құрағыңызды маған көрсетіп берің. Ал соның құрауын үйретемін мен ендігі сабақта. Құда қалесе машинға отырамыз. Құда қалесе. Жастарымызға, келешек әуладларымызға, мінекей жас үлкендерсіз ғой, жүрген жеріңізде осы құрақ бойынша үйретіп, ескілеріңізді айтып жүрің. Сіздерде оқушылар, жастар, мектебіңізге барғаннан кейін классыңызда қызларға барып айтың, осындай Гүлайым апам бар екен, барайық, құрақ үйренейік, ертеңгі күні бізге керек екен. Айтады ғой ата-бабамыз, еплі келін керек пе, сеплі келін керек пе деп. Сондай еплі келін болың. Соның үшін құрақты жалықпай үйренің. Бұл сабырлылыққа, білімлілікке, жақсы миларыңызды рауажлануына күшлі тәсер етеді. Рахмет диққатларыңыз үшін. Жұмыстарыңызда, шаңырақтарыңызда аманлық тілеймін.